Бай болсаң, бай болсай, мәрт болу керек те, бай адам. Зекетіңді бер, садақатыңды бер. Неге бұны саған Аллах беріп жатыр да бұны? Не бір сеннен де миы мықты істейтін балдар бар да, бірақ бір тиынға зар да. Не бір сеннен де сұлу әдемі жігіттер бар да, бірақ олар бір тиынға зар да. Аллах сені сонда қылып, бай қылып қойды да, ол сен бір түріңнің әдемілігіне, фигурыңның бір Шварценеггер деп болғандығынан емес. Аллах сені сынау үшін беріп жатыр, қанша не қылар екен, не қояр екен деп беріп жатыр, осы бергенде беріп қалса сен. Осыдан пайдаланып қалу керек та. Міне осыдан мәрт болу керек. Bir жігіт, Ақтөбенің бір жігіті 300 студенттің, Нұр Мұбарактағы 300 студенттің жылдық ақшасын төлейді екен. 180 мың теңгеден. 300 адамның ақшасы қанша болады? Қараңа, мәрт болса осындай. Демек $1000 төлейді екен, дұрыс па?